Үшбұрыштың ішкі және сыртқы бұрыштары. Бірінші ішкі бұрыштан бастайық. Бізге мынандай үшбұрыш берілсін. Осы үшбұрыштың А, Б, С үшбұрышының ішкі бұрыштарының қосындысы 180 екенін дәлелдеп көрейік. Бірінші, мына бұрыштың А бұрышының, Б бұрышының және С бұрышының қосындысы 180-ге тең екенін дәлелдейік. А плюс Б плюс С 180 градусқа тең екенін дәлелдейік. Бұны дәлелдеу үшін бірінші мыналарды А бұрышын бірінші бұрыш деп жазып қойсақ, бірінші бұрыш, Б бұрышын екінші бұрыш, С бұрышын үшінші бұрыш. Үшінші бұрыш болсын. Бұны дәлелдеу үшін Б нүктесі арқылы, Б төбесі арқылы асы қабырғасына не жүргіземіз? Параллель түзу жүргіземіз. Параллель түзу жүргіземіз. Бұл параллельді мысалға параллель түзуін жүргіздік. Түзуі асы қабырғасына параллель. Онда дәлелдеу оңай. Қараңдар, мынау егер түзуі мен асы қабырғасы параллель болса, онда Б қабырғасы не болып тұр? Екі параллельді қиюшы түзу болып тұр. Б қабырғасы асы мен параллелін қиюшы түзу болып тұр. Б. Сол кезде біз алдыңғы сабақта өткенбіз. Егер екі параллель түзуді үшінші бір қиюшымен қиғанда, мынау Б болып тұр. Сол кезде үшінші бір қиюшымен қиғанда, олардың ішкі айқыш бұрыштары не болады? Мына бұрыш X болса, мына бұрышы да не болады? X болады. Себебі ішкі айқыш бұрыштар тең. Мына бұрыш Y болса, мына бұрышы да неге тең болады? Y-ге тең болады. Қараңдар, мына X-тің орнында не тұр бізде? Мына жердегі X-тің орнында мына жерде 3 тұр. Сондықтан да мынау жерде неге тең болады? 3-ге тең болады. Себебі мына екеуі айқыш бұрыштар. Сол кезде мынау жердің қай бұрышқа тең? С бұрышына тең, үшінші бұрышқа тең. Сол сияқты тура. Енді қараңдар, түзуімен асы қабырғасы параллель. Енді АБ не болып тұр енді? Жаңа БС қиюшы еді, енді АБ қиюшы болды. Енді АБ қиюшы болсын. АБ қиюшы деп ойлаңдар. Енді қараңдар, мынау жерде де егер мынау А болса, А бұрышы болса, онда мына жердегі де А болады. Себебі неге? Екеуі ішкі айқыш бұрыштар. Мына жер Б болса, мына жерде Б болады. Мына жер А болса, мына жерде А болды. Сол кезде мына жер бірінші бұрышқа тең болса, мына жерде неге тең болады? Бірінші бұрышқа тең болады. Сол кезде бұрыш 1 қосу, бұрыш 2 қосу, бұрыш 3 неге тең болып тұр? 180 градусқа тең болып тұр. Себебі неге? Оның бәрі түзуінің бойында орналасқан. Ал түзу дегеніміз не? 180 градус. Ал бірінші бұрыш дегеніміз не ол? Ол А бұрышы, екінші бұрыш ол Б бұрышы, үшінші бұрыш ол С бұрышы. Сол кезде үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы қаншаға тең? 180-ге тең. Бір мысал көрейік. Мынандай бір үш бұрыш берілсін. Мына тең берілі үш бұрыш болып тұр, бірақ біз тең берілі деп ойламаймыз. Мысалға, мына бұрышымыз 70 болсын, мына жеріміз 80 болсын. Бізге мына жердегі бұрыш табу керек. Оны табу үшін не істейміз? Осыларды қосамыз. 70 қосу 80 қосу X қаншаға тең болады? 180 градусқа тең болады. Бұрыштар, ішкі бұрыштардың қосындысы 180-ге тең. Сол кезде X қаншаға тең болады? Мына екеуінің қосындысы қанша? 150. Сол кезде X қанша? 180 алу 150. X тең 30 градус. Болды. Сонымен үш бұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы қанша екен? 180 градус. Енді үш бұрыштардың сыртқы бұрыштары. Үш бұрыштардың сыртқы бұрыштары айтудан бұрын үш бұрышты мен істеп қойын. Көшіріп қойшы. Себеп қазір түсінесінен кейін көшіріп атқанымда. Бастайық. Қараңдар. Мынау жерде не дедік біз жаңа?
мына жерде А бұрышы, мынау Б бұрышы, мынау С. Егер қараңдар, Б бұрышының сыртқы бұрышын суретте көрсету үшін, Б бұрышының сыртқы бұрышын біз екі жолмен көрсете аламыз. Бірінші, АБ қабырғасын созу арқылы, АБ қабырғасын былай созсақ, мына жерде пайда болған бұрыш, мысалы көк түсін белгілейін. Мына жерде пайда болған бұрыш, мына жерде пайда болған бұрыш, осы Б бұрышының несі, мынау сыртқы бұрыш. Мысалға бұны қандай да бір Е деп көрейікші. Сол кезде Е, Б, С, Б бұрышының сыртқы бұрышы. Б бұрышының сыртқы бұрышын көрсету үшін біз не істедік? Біз АБ қабырғасын создық, Енді немесе тағы да бүйтуге болады. Енді АБ қабырғасын емес, енді БС қабырғасын созу арқылы да Б бұрышының сыртқы бұрышын көрсетуге болады. Қараңдар. БС қабырғасын созу арқылы да Б бұрышының БС қабырғасын созу арқылы да Б бұрышының сыртқы бұрышын көрсетуге болады. Мынау не болады? Б бұрышының сыртқы бұрышы. Сол кезде Б бұрышының сыртқы бұрышын екі жолмен де екі түрлі салу арқылы көрсетуге болады. Немесе АБ қабырғасын созу арқылы, немесе БС қабырғасын созу арқылы. Мысалға, мына жердің біз мысалға әріп берейік, мына жерге Д деген. Сол кезде А, Б, Д бұрышы Б қабырғасының сыртқы бұрышы. АБД бұрышы мен ЕБС бұрышы не? Тең. Сондай-ақ. Енді тура дәл сол сияқты А бұрышының да сыртқы бұрышын екі жолмен көрсетуге болады. Мынау АС қабырғасын созу арқылы бірінші жолы, екіншісі А бұрышының сыртқы бұрышын көрсету үшін А бұрышының сыртқы бұрышын көрсету үшін не істейміз? Енді келесісінде АБ қабырғасын созу арқылы да олай көрсетуге болады. Сол кезде мына жердегі, мұны мысалы жасылдау түспен көрсетіп қойын. Мынау жердегі бұрыш пен мынау бұрыш, А бұрышының несі? Сыртқы бұрыш. Енді С бұрышының да сыртқы бұрышын екі түрлі жолмен салуға болады. Бірінші, мына қабырғаны созу арқылы. БС қабырғасын созу арқылы. Немесе С бұрышының сыртқы бұрышын көрсету үшін АС қабырғасында созып істеуге болады. АС қабырғасын созып та көрсетуге болады. Мынау жердегі бұрыш, мынау бұрыш пен мынау бұрыш С бұрышының сыртқы бұрыштары. Мынау жердегі бұрыш пен мынау жердегі бұрыш тең, мынау жердегі бұрыш пен мынау жердегі бұрыш тең, мына жердегі бұрыш пен мынау жердегі бұрыш тең. Енді сыртқы бұрыштарға байланысты бір теорема бар. Мысалға, ЕБС Б бұрышының ЕБС сыртқы бұрышы, осы ЕБС мен сыбайлас емес, үш бұрыштың екі ішкі бұрыштардың қосындысына тең. Ол бұрыштар қайсы? А бұрышы мен С бұрышы.
С бұрыш. Мысалға, мына жерді мысалға мына жерді Д дейікші. А бұрыш АСД, С бұрышының несі? Сыртқы бұрышы. Бұл АСД сол кезде неге тең? Осы АСД мен сыбайлас емес үш бұрыштың екі бұрышының қосындысына тең. Мына АСД мен сыбайлас емес екі бұрыш қайсы ол? Мына А бұрышы мен мынау Б бұрыш. Сол кезде АСД деген неге тең? А бұрышы мен Б бұрышының қосындысына тең. Сол кезде мысалға бір мысал келтірейік. А, Б, С болсын. Мынаның градус мысалға 15 болсын. Мынанікі 20 болсын. 20 емес, 80 болсын. 80 болсын. Сол кезде мына С бұрышының сыртқы бұрышы неге тең? С бұрышының сыртқы бұрышы мына бұрыш неге тең? Бұл бұрыш табу үшін осы бұрышқа, мына бұрышқа сыбайлас емес екі бұрышты қосу керек. Бұған сыбайлас емес бұрыштар қайсы? Ол 80 мен 15. Сол кезде x қаншаға тең? 95-ке тең. Тағы бір мысал. Мысалға мына 50-ге тең болсын. Мынау 70-ке тең болсын. Енді мына бұрыш, мына жерді табу керек. Бұны табу үшін не істейсің? Мына екеуін не істей саласың? Қоса саласың. Ол қаншаға тең? 120-ға тең. Немесе керісінше. Сендерге мынандай үш бұрыш беріледі. Мына жер мысалға 120 деп қояды. Мына жер 30 деп қояды. Мына жерді 30 дейді. Мына жерді тап дейді. Бұны табу үшін не істейсің? Мына екеуінің қосындысы мына x тап дейді. 30 бен x-тің қосындысы сенде қаншаға тең? Ол мына сыртқы бұрышқа тең, 120-ға тең. Мына жердегі бұрышқа тең. 120-ға тең. Сол x қаншаға тең болады? X 90-ға тең болады. Міне, осы. Енді сол кезде үш бұрыштың үш ішкі бұрышы бар екен, және үш сыртқы бұрышы бар екен. Үш ішкі бұрышының қосындысы бізде қаншаға тең болды? 180-ге тең болды. Ал енді үш сыртқы бұрышының қосындысы қаншаға тең? 360 градусқа тең. А бұрышының сыртқы бұрышын H' деп салайыншы мен. H' бұрышының қосындысы. Мынау дегеніміз не? А бұрышының сыртқы бұрышы. Мынаны Б бұрышының сыртқы бұрышын B' деп қояйын. С бұрышының сыртқы бұрышын С' тең. Осы үшеуінің қосындысы қаншаға тең? 360 градусқа тең. Сыртқыларының қосындысы 360, ішкісінің қосындысы 180. Болды, рахмет.